Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз түскі асқа асқабақтан крем суп жасап үйренеміз. Соңына дейін бірге болыңыздар, бірге жасап үйренейік. Мінекей достар, онда бүгінгі біздің түскі асымызға керек заттар, яғни бүгін асқабақтан біз крем суп жасаймыз. Ол үшін бізге 1 килограммдай асқабақ қажет болады. Сары май керек, су майымыз керек, 3 ас қасық, сосын сарымсағымыз керек, жуа, сухарики, сливочный, яғни бұл бізде сливки 20%, 30% болса бола береді, және 1 литр су қажет болады. Ең бірінші бізге асқабағымызды тазалап алайық. Ал онда мына асқабақтарымыздың бәрі мінекей тазалап болып қалдық. Ең бірінші бізге асқабақты тазалап алу керек. Қазір асқабақтың ең жақсы сезоны. Сол үшін бүгін асқабақтан крем суп дейді, сондай жасап көрейік деп шештік. Енді осы асқабақтарымызды майда-майда қозоққа бәрін турап аламыз. Асқабақтарымызды осындай майда көбектеп турап аламыз. Достар, онда біз жуамызды турап алайық. Майдалап жуамызды тураймыз бірінші. Жуамыздың жартысы жыртылады, неге десеңіздер, үлкен, тіпті үлкен. Осылай майда көбектеп турап аламыз. Ал енді чесногымызды чеснок адапкадан өткізіп аламыз. Бәрін дайындап алайық, қазір қуырғанымызға оңайырақ болсын. Мінекей достар, жуамыз бен чесногымызды өткізіп, турап дайындап алдық. Енді осыны қуыруға кірісеміз. Ал, мінекей қазанымызға су май қоямыз. 3 ас қасық су май и сливочный масло, сары майымыздан 50 грамм жетеді. Осыған енді жуамызбен сарымсағымызды қуырып аламыз. Ал достар, осы жуамыздың үстіне енді жаңағы сарымсағымызды қосып қуырып аламыз. Ал достар, осы қуырылып жатқан жуамыз бен сарымсағымыздың үстіне бір аздаған тұз и қара бұрыш саламыз. Және осының үстіне тыквамызды салып, яғни асқабағымызды салып, асқабақты да қуырып аламыз. Осы қуырылып жатқан тыквамыз бен сарымсағымыздың үстіне асқабағымызды салып, тоже бір қуырып аламыз. Мінекей достар, осылай асқабағымызды 10 минутта қуырып аламыз. Жуамыздың сарымсағымызды қуырып алайық. Сосын осының үстіне 1 литр, 1,5 литр
су құйып 20 минут пісіреміз. Мінекей достар, тыйпамыз жарық. Асқабағымыз құрыды. Енді осының үстіне 1 литр, 1,5 литр су құямыз. Суымызды құйып, енді асқабағымызды 20-25 минут пісіріп аламыз осы суда. Тұзымызды, қара бұрышымызды салып, қақпағын жауып, 20-25 минут пісіреміз, қайнатамыз. Мінекей достар, асқабағымыз пісті. Енді осы асқабағымыздың кішкене суын бір ыдысқа құйып алып, қалған асқабақты суымен бірге блендерде езіп аламыз. Мынандай кішкене суын құйып аламыз. Мінекей, енді осы асқабақтымызды блендермен жақсылап езіп аламыз. Мінекей, кремімізді жақсылап езіп алдық. Супымызды. Крем суп болды. Мінекей достар, асқабағымызды жақсылап блендерден езіп алдық. Крем осындай кремообразный болды. Мінекей қараңыздар. Мына асқабақтарымыздың сұйықтығына қараңыздар, сұйықтығына. Если қою болып жатса, жаңағы қалған смесіңіз бар ғой, сорпаңыз бульонды төкпейміз. Үстіне құйып, кішкене тағы да бір араластырып аламыз. Потому что кішкене қоюырақ болып кетті. Бізге сол сұйықтау болады. Енді осыған қара бұрышымызды салып, азырған тұзымызды салып, сливкимізді құямыз. Енді тағы да бір езіп аламыз. Сливкимізді құйып, көрдіңіздер ме? Түрі совсем басқа уже. Осыны жақсы. Мінекей, бүгін асқабақтан крем супымыз дайын. Енді чашкамызға құйып алайық. Бетіне сухаригімізді салып, дәнектерімізді салып, мінекей тамақ асқабақтан крем суп түскі асқа.